бізге кітапқа бастайтын жол сияқты. Балалар, біз бүгін әдеттегідей қандай бұрышымызға келдік? Мына бұрышымыз не деп аталады? Кітап бұрышы. Жақсы балалар. Кітап біздің балалар өмірімізге ең керемет азық десек те болады, е балалар? Балалар, біздің кітап бұрышымызда әртүрлі ертегілер. Сендер әртүрлі ертегілердің барлығын білесіңдер ғой, е? Қандай ертегілерді білеміз? Қане айтып жіберейікші? Алдар көсе ертегісі дұрыс. Тағы да? Қандай ертегілерді білеміз? Бауырсақ ертегісі дұрыс. Одан кейін алдарымызда тұрған қандай ертегі? Шалқан ертегісі. Мақтағыз бен мысық ертегісі, е балалар? Балалар, бізде әртүрлі кітаптар бар. Оның ішінде анаға арналған, отанға арналған кітаптарымыз бар, е? Олай болса, отанға арналған кітаптарымыздан бір-бір тақпақтар айтып жіберейікші. Қане, Айбар, сен айта қойшы. Отанға қандай тақпағыңды білесің, отанға арналған? Тұрып, орнынан айта ғой. Отан сен атаңның, отан досың бауырың, отан үлкен астаның, отан адам ауылың. Жақсы. Міне отан туралы, е? Ертеге Атам мен әжем өмір сүрді. Жақсы. Содан олар не істепті? Бау-бақшаларына не егіпті? Шалқан егіпті. Шалқаны қандай болып өсіпті, балалар? Үлкен болып өсіпті. Содан кейін атаның шалқанды жұлуға күші жетіп пе? Жоқ. Жетпепті. Содан кейін ата көмекке кімді шақырыпты? Одан кейін олар көмекке кімді шақырады? Қызын шақырады екен, е? Қызы бар үшеуі тартады, шалқанды тартала ма? Жоқ. Тышқанды шақырады екен. Содан кейін жуады, содан кейін не істейді? Шалқанды жұлып алады екен, е? Сендер осы мектепке, балабақшаға келген кезде әртүрлерін әрқайсы көңіл күймен келесіңдер, е? Олай болса, мен сендерге менің көңіл күйім атты кітапты тыңдайын. Жақсы ма, балалар? Мен сендерге міне QR код арқылы қазір осы әңгімені тыңдаймыз, балалар. Менің көңіл күйім. Серіктің анасы оған сурет салатын дәптер алып берді. Бала Серік қуанып, өзінің сұлуда жаңа сурет дәптеріне. Міне балалар, сендерге осы әңгіме ұнады ма? Жақсы балалар. Көңіл күйге байланысты жақсы әңгіме тыңдадық, е балалар? Олай болса, мен сендерге мына жерде тағы да бір ертегіні көрсетіп жіберейін. Мына ертегі қалай аталады? Жыл басына таласқан жануарлар, е? Бұл жерде бізде міне балалар, біз және ертегі не туралы айтты? Жыл басына таласқан жануарлар туралы айтылды, е? Бізде ертегіде. Балалар, олай болса, біз кітаппен не болу керекпіз? Дос болу керекпіз, е балалар? Кітапты жыртуға бола ма? Жоқ. Кітапты шимайлауға бола ма? Жоқ. Кітапты құрметтеп, жыртпай, жерге лақтырмай, әдемілеп ұстауымыз керек, е балалар? Балалар, олай болса, кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы демекші. Кітабымызды қастерлеп ұстайық, е балалар? Біз кітаппен дос боламыз ба? Жақсы балалар. Кітаппен бірге дос болып, қастерлеп, әдемілеп, жыртпай, таза ұстайық.